жаңалықтары және оның жүргізушісі мен өзін-өзі басқару орталығының президенті Съездова Алия. Наурыз айы көптеген шуақты мерекелерге толы. Олардың бірі және бірегейі 8 наурыз халықаралық әйелдер күні. Осы орайда еліміздің барша ардақты аналарын, аяулы ақ жаулықты әжелерін және де қадірменді ұстаздарымызды, сұлу да сымбатты қыздарымызды айтулы мерекелерімен құттықтаймыз. Құшақтарыңыздан гүл, өмірлеріңізден күлкі кетпесін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға байлық пен береке тілейміз. Өткен апта қызықты іс-шараларға толы болды. Олай дейтініміз 2 наурыз күні математика-информатика пән бірлестігінде мектеп-ішілік семинар өткізілген болатын. Тақырыбы: математика-информатика сабағында критериалды бағалау жұмысын тиімді бағалау. Мақсаты: оқушылардың математикалық және ақпараттық даму деңгейін арттырып, жан-жақты, білімді, өзіндік ой талғамы бар, қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру, оқушылардың дүниетанымын кеңейту, ой толғау қабілеттерін дамытып, логикалық біліктерін жетілдіру. 5 А сыныбына Алтыбай Гүлсара апай математика пәнінен ондық бөлшектерді дөңгелектеу тақырыбында ашық сабағын өткізсе, 8 Б сыныбындағы Бумурзаева Сабира апай геометрия пәнінен параллелограмм мен ромбтың ауданы тақырыбында ашық сабағын Zoom платформасы арқылы өткізді. 7 В сыныбында Жұбатханова Ағзира апай информатика пәнінен 3 өлшемді модельдер тақырыбында ашық сабағын Zoom платформасы арқылы өткізді. 10 А сыныбына Үргенішбаева Майра апай осы математика интеллектуалды ойынын өткізген болатын. 9 Б сыныбына Оңталап Нұргүл апай алгебра пәнінен тригонометрия формулалары тақырыбында ашық сабағын 3 наурыз күні мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Бержанова Зағираш Мұратқызы 11 сынып оқушыларынан ОБТ тестілеуге оқушылардың дайындығын тексеру мақсатында кезекті байқау тестін алды. Наурыз айының 4 күні 9 сынып оқушыларына кәсіби бағыт беру мақсатында мектеп директорының бейінді оқыту жөніндегі орынбасары Ерболат Жомарт Бақытжанұлының бастамасымен Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық колледжінің оқытушылары Zoom платформасы арқылы онлайн кездесу өткізді. Колледж оқытушысы Алия Алиакбаровна колледжде оқудың 6 артықшылықтары, материалдық техникалық базасы, колледждің 13 мамандық бойынша білім бағытына түсіндірме жасады. Құзыретті болғың келсе, бізді таңда тақырыбында слайд арқылы оқушыларға оқу орнындағы мамандықтарға көрсетілген жеңілдіктер туралы құнды ақпараттар берді. Оқушылар да өз көкейлерінде жүрген сұрақтарын қоя отырып, жауаптарын алды. Сонымен қатар мектебімізде осынау айтулы мерекеге орай барлық сыныптарда тәрбие сағаттары өткізілді. 1 Б сыныбында ана өмір шуағы тақырыбында ашық тәрбие сағаты болып өтті. Сынып жетекшісі Искакова Айгүл сақтап берген қызы оқушыларға тәрбие мен білімді ұштастыра білген ұстаз сөйлейтін текше ойын арқылы оқушылардың білімдерін ортаға салды. Әжесі мен немересі көрінісі арқылы өмірдегі не тәтті, не қадірлі, не қатты деген сұрақтардың жауаптарын алды. Анашымның дауысы ойын арқылы ана мен баланың арасындағы жылы қарым-қатынасты жеткізе білді. Мақал-мәтелдің түсіп қалған бөліктерін балалар тауып, ал аналары мағынасын түсіндірді. Ана мен баланың арасында нәзік, ыстық қарым-қатынас бейнеленген тәрбиелік мәні бар мерекелік шара өте жақсы деңгейде өткізілді. Балауса даярлық тобының бүлдіршіндерін жетекшісі Мұратбай Көркемнің ұйымдастыруымен ана өмірдің гүлі атты тәрбие сағаты өткізілді. Балаларға 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесінің салтанатын сезіндіру, анаға деген бала махаббатын ояту, оқушылардың аналардың еңбегін бағалай, құрметтей білуге тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған мерекелік ашық тәрбие сағаты өте жақсы деңгейде болды. Аналар мерекесіне орай 7 В сыныбында сыйынарем ана деген тәңірге тақырыбында онлайн форматта тәрбие сағаты өткізілді. Мақсаты: ана жайлы тамаша сөздер, өлеңдер, әндер арқылы ұстаз және аналар мен аруларды мерекемен құттықтау, оқушыларды мейірімділікке, ұстамдылыққа тәрбиелеу. Мейірім аналар мектебінің жетекшісі Төлегенова Жаңагүл апай ана алақанның аясы, ақ шынардың саясы тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырды. Дөңгелек үстелді өткізудегі мақсатымыз мереке қарсаңында ата-аналар арасында бала тәрбиесіне қатысты пікір таластырып отырып, ананың балаға деген махаббатының күшін сезіндіру болатын. Дөңгелек үстел барысында аналар өз пікірлерін шынайы жеткізе білді. Мектеп ұжымы қатысқан барлық аналарға алғысын білдіреді. Қазақ халқы қашанда қызың өссе өрісің деп қызға ерекше құрмет көрсеткен. Бүгінгі қоғамда халқымыздың қыз баласы тәрбиесіндегі қалыптасқан дәстүрін насихаттау басты назарда тұруы қажет.
3 наурыз 2021 жылы мектебімізде 8 наурыз мерекесі жоспарына сәйкес 2-4 сыныптар арасында көктем аруы 2021 байқауы өткізілді. Бас жүлде иегері 4 А сынып оқушысы Сәрсенбаева Аяжан, 1 орын иегері 3 В сынып оқушысы Темірбек қызы Іңкар, 2 орын иегері 2 Б сынып оқушысы Табакабилова Сабина, 3 орын иегері 2 А сынып оқушысы Арман қызы Алида. 4 наурыз күні 5-7 сынып оқушыларының арасында көктем аруы 2021 байқауы өз жалғасын тапты. Әділқазы алқаларының шешімі бойынша бас жүлде көктем аруы 2021 байқауының жеңімпазы атағын 6 А сынып оқушысы Жеткербай Меруерт жеңіп алды. 1 орынды Қуанышбек қызы Ағырке 6 В сынып оқушысы иемденді. 2 орынды иемденген 5 В сынып оқушысы Нұрмаханова Диана. 3 орын Сәрсенбаева Аяулым 5 А сынып оқушылары жеңімпазы атанған болатын. 5 наурыз күні көктем аруы 2021 байқауының соңғы кезеңі 8-10 сыныптар арасында өткізілді. Бас жүлдені 8 А сынып оқушысы Мырзабекова Ағырке иемденді. 1 орын Алтынбаева Ағырке 9 А сыныбы, 2 орын Базарбаева Амина 9 Б сыныбы, 3 орын Махамеджанова Мариям 9 В сыныбы және Амангелдиева Шаттық 8 Б сыныбы марапатталды. Барша аруларды өздерінің жеңістерімен құттықтаймыз. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесіне орай мектебіміздің ерлер қауымы концерттік іс-шара ұйымдастырып, мерекелік жаймашуақ көңіл-күй сыйлады. Аяқталды. Келесі аптада жүздескенше сау саламатта болыңыз.